Сәлем достар, сіздермен бірге Нұртәулет. Бүгін бізде Android-қа қосымша жасаудың бірінші сабақ. Яғни біздер Android-қа приложение жасап үйренетін боламыз. Жалпы қазіргі кезде байқап жүрсеңіздер, сайттарға қарағанда қосымшалардың рөлі жоғарылап келе жатыр. Себебі қосымша, яғни приложение қолдану оңай сайттарға қарағанда. Сондықтан қазір приложение өте үлкен сұранысқа ие. Сондықтан біздер қазір Android платформасына приложение жасап үйренеміз. Енді жалпы Android-қа қосымша жасау үшін бізге Android Studio деген бағдарлама керек болады. Және де біздер оны Java тілінде жазамыз. Сондықтан JDK керек. Java Development Kit деген. Енді мен қазір осы видеоны өзімде Android Studio бағдарламасы бар. Сондықтан мен тек қана озвучка жасаймын. Себебі ол 1 гигабайттай жалпы көлемді алады Android Studio. Және де JDK 400 гигабайтқа жақын, 400 мегабайтқа деген. Сондықтан тек қана озвучка жасаймын мына видео. Енді бұл тек қана бірінші видеомда ғана озвучка болады, қалғандарын өзім түсіремін. Енді бірінші осы видеодан қазір қарап жаздыратын боламыз Android Studio'ны. Бірінші осы Chrome'ға кіреміз. Браузерде Java JDK download деп жазамыз. Енді мына жерде Java SE деп тұр, соны кіреміз. Oracle'дың сайты. Осы жерден міне Java SE download деп тұр. Осы жерден зерттеп Java download осыған басамыз. Енді мына жерде бізде Java SE Development Kit тұр. Мына жерде енді өзіміздің OS-імізді таңдаймыз. Менде Windows, сондықтан Windows таңдаймын. Ауыстырып кеттік. Енді жаздырамыз осыны шешеді. Міне мынау 390 мегабайт алады екен. Келесі енді Android Studio'ны жаздыруымыз керек. Қайтадан браузерге Android Studio download деп жазамыз. Бірінші сайт шықты, осыған кіреміз. Бірінші сайт. Мына жерде download Android Studio деп тұр. Осыны жаздырамыз. Басамыз птичканы. Енді download Android Studio for Windows деген басамыз. Болды, кеттім. Сіздердің компьютеріңіздің характеристикасы жақсы болу керек. Бірінші ол озуыңыз сізде 4 гигабайттан төмен болмау керек, минимум 4 гигабайт болу керек. Және де 8 гигабайт жаңағы рекомендовать етеді олар. Одан кейін менің оперативкім 6 гигабайт болады. Енді сіздер қазір мен сіздерге көрсетейін қалай жаңағы нені қарайтын. Бірінші мына жерде этот компьютер деген үстіне барып свойствоны қарайсыз. Сосын мына жерде тұрады. Менде мысалы установленный память 6 гигабайт озу. Бұл енді болады, Android Studio мықты емес, соңында болады. Сосын процессорге де қарайсыз. Core i3, Pentium болса ұсынбайды. Характеристикасына өздеріңіз қарайсыздар. Минимум 4 гигабайт оперативка, процессор Core i5 болған жақсы, минимум. Солай. Енді мына жазуға көшейік. Міне жазылып болды почти уже. Android Studio болды, жазылып JDK де болды. Енді осыларды компьютерімізге орнатуымыз керек. Бірінші біздер JDK-ді ашамыз. Осыны компьютерімізге жаздырамыз. Басамыз, енді тағыдан. Осыны next басамыз, next. Тағы next. Енді қазір жаздырды. Енді next басамыз. JDK-іміз. Болды, міне жазылып, енді
пауза басуым керек. Енді келесі біздер Android Studio'ны орнатуымыз керек. Міне осындай шықты. Тағыдан да деген басамыз. Мынау енді сақталатын орында стегі бар. Сол дискісін. Next. Келесі енді тағы да install басамыз. Не, ұсынып басталды. Енді күтеміз. Енді достармен кішкентай қалды. Болды, енді next басамыз. Finish. Бізде Android Studio қосылып жатыр қазір. Енді бірінші сабағым бітті, достар. Келесі екінші сабақта Android Studio'ны өзіміз қостаймыз. Қалай жұмыс жасайтынын барлығын. Бүгін енді установканы жасадық барлығымыз. Видеоны лайк қосаңыз және де каналға сау болыңыздар.